сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Медбике Вронневер осындай адамдардың өмірінің соңында ашылып айтқан әңгімелерінен пайдалы сабақтар жазып отырыпты. Ажалы таянған адамдардан қандай өкінішіңіз бар, немесе өміріңізді өзгертіп қайта бастағыңыз келе ме деген сұрақтарыма негізінен біркелкі жауаптар алдым дейді. Төменде ажал аузындағы адамдардың басты 5 өкініші айтылады. Біріншісі, басқалардың айтуымен емес, өз-өзімді сенімді болып, өз қалауымша өмір сүруге батылдығымның жетпегеніне өкінішті. Көптеген адамдар бұл туралы жиі айтады. Олар өмірінің аяқталып қалғанын түсінген кезде артына қарайды, қаншама іске аспаған ойлары, армандары қалып бара жатқанын көреді. Адамдардың басым көпшілігі қысқа өмірінде өзінің игі ойларының тіпті жартысын да жүзеге асыра алмайды. Тек ақырет күні таянғанда мұның бәрі өзінің қалауы бойынша болғанын түсінеді. Денсаулықтың қандай еркіндік беретіндігі туралы ешкім ойланбайды, тек оны жоғалтқан кезде ғана ескіреді. Екіншісі, өте көп жұмыс істегенім өкінішті дейді. Мен бұл сөзді өзіме қарап күткен барлық ер адамдардың дерлік аузынан естідім. Олар балаларының қалай өсіп кеткенін байқамай қалған, әйелдермен уақытты аз өткізген, әйел адамдар да бұл туралы жиі айтып өкінеді. Мен күтім жасаған ер адамдардың барлығы өмірінің үлкен бөлігін жұмыста өткізгендігіне өкінеді. Үшіншісі, өзімнің сезімді ашық айтуға батылым жетпеген өкінішті. Көптеген адамдар айналасындағылармен жақсы қарым-қатынасты сақтау үшін өз ойларын ішіне бүгіп қалады. Нәтижесінде олар өзін шектеумен өмір сүріп, өз ойындағындай бола алмайды. Олар сары уайымнан, қанағаттанбаушылықтан өзіне ауру тауып алады. Төртінші, достарыммен араласқаным үшін өкінемін дейді. Көптеген адамдар нағыз достарының бағасын төсек тартып қалғанда, немесе олардан мүлде адасып қалған жағдайда біледі. Өмірдің ұсақ-түйек проблемаларымен жүріп, ең жақын достарымен қарым-қатынасты үзіп алады. Адамдар өлер алдында жақын достарын қатты сағынып іздейді. Бесінші, өзімді бақытты болуға жол бермегенім өкінішті. Қызық, бірақ көп адамдар осы жағынан өкінеді. Олардың көпшілігі бақыт деген бұл таңдау мәселесі екенін өмірінің соңына дейін түсінбеген. Олар өмір бойы ескі әдет-ғұрыпты ұстанып өткен. Өмірде болып тұратын әртүрлі өзгерістер оларға үнемі қорқыныш туғызып, өзінің де алдында осы өміріне риза сияқты болып көрінуге итермелеген деп жазады автор.